Омар ибн Абдул Азиз рахмулла былай хат жазды дейді бізге. Кімде-кім өлімді көп еске алатын болса, әрдайым өлімді, онда аз дүниеге разы болады дейді. Өйткені өлесің да, Алламен жолығасың. Көп дүниені алып кете алмайсың. Алып кете алмайсың. Сол үшін пайғамбар не дейді? Өмірдің разатын кетіретін өлімді көп еске алыңдар дейді. Өлімді көп еске алған сайын не? Аз нәрсеге разы боласың. Өйткені сен бұл жерде тұрақты емессің. Уақытша ғана өмір сүресің. Бәріміз білеміз, дұрыс па? Уақытша. Пайғамбар не дейді? Менімен дүниенің мысалы не? Ағаштың көлеңкесінде уақытша тұрақтап кеткен секілді дейді. Не үшін? Ертең ақырет шексіз. Уақыты не? Шегі жоқ. Көресіз? Кете береді. Бұл дүние уақыт, сен болатын, тұрақтайтын уақыт шектеулі. Шексізбен шектеулі нәрсемен салыстырсаң, қанша уақыт ұзақ? Ақыреттегі уақыт білесіздер ма? Кете береді. Таусылмайды. Жәннаттағы уақыт таусылмайды. Кете береді. Таусылмайды. Тозақтағы уақыт бар, бірақ не? Таусылмайды. Кете береді. Бұл дүниедегі уақыт таусылады. Өткенше, уақытша, сағат қана. Ғалымдар айтады, сағат қана нені? Бір ұйқыдан тұрғандай не? Өзін сезінеді дейді. Ертең қияметте тұрамыз ғой, бәріміз ше. Бұл дүниеде қанша болды деген уақытта бір түс көргендей болады дейді. Кейде түс көреміз бе, білесіздер ма? Бүкіл өмірдің толықтай жас кезден бастап үлкенге дейін бір түс көргендей боламыз, дұрыс па? Дәл осындай. Көресің, бәрі бітті. Пайдасы жоқ бірақ. Тәубе етесің, тәубең қабыл етпейді. Көрдіңдер ма? Аз нәрсеге разы бол. Өлімді көп еске алған сайын не? Еске алу деген не? Жүрекке жеткізу. Бұл дүние жалған. Имам Ғазали рахман дейді, бұл дүние көпір сияқты дейді. Көпірге түссең не? Оның соңы болады. Жүресің екен. Жүріп баратсың ғой. Дұрыс па? Көпірге қарай бір қадам жүретін болсаң, не? Ары қарай не? Сен жүресің. Біреу ортасына жетіп қалған дейді. Біреу шетінде жүр. Біреуіне сол арғы бетке шығу үшін бір қадам қалған дейді. Бір қадам қалған. Түсіндің ме? Арғы бетке жету үшін да былай айтқанда. Сондай секілдіміз біз ше. Бір қадам қалу мүмкін, білмейсің сен. Енді сол көпірдің үстіне үй салып алса ше адам. Ақымақ дейді, дұрыс па? Тұрақтанбайтын жерге тұрақтайтын нәрсе салу ол не? Ол дұрыс емес нәрсе. Азлыққа разы болады дейді. Өзің көп нәрсе алып кете алмайсың сен ойлайсың, алып кетемін деп ше. Бірақ сенің ойындағыдай болмайды. Байлар бар, білесіздер ма? Бүкіл дүниесін швейцарский банкке салады екен, жинайды екен. Оның банк жүйесі былай екенше, өзің дүниені алмасаң, басқа ала алмайды екен ше. Тіпті адам қайтыс болып кетсе де сондай екен. Адам қайтыс болатын болса, болды, ешкім ала алмайды. Бірақ та ол дүние жинақта өлем деп жинамайды ғой ол ше. Ол рахатын көрем дейді да. Қазір дүние жинап алайын, 10 жылдан кейін мен шығамын, жұмыстан босаймын, оның рахатын көрем дейді да. Дұрыс па? Бірақ олардың не мақсаттары орындалмайды. Өйткені өлім келіп қалады. Өйткені бұл не? Дүниені тұрақтайтын жер емес. Уақытша өтеді де кетеді. Сол үшін алданып қалмаңдар. Алданбау үшін өлімді көп еске алу керек. Субханалла. وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ فِيمَا لَا يَنْفَعُهُ дейді. Егер де қараңыздар, әрбір сөйлеген сөзінше амалмен байланыстырса дейді. Әрбір сөз сөйледің, амал етіп болған екен сөйледің да. Адам көп сөйлей беруі мүмкін ше. Әрдеңе сөйлейді. Біреу даналық сөйлейді. Біреуге ақыл айтады. Бірақ өзі амал етпеуі мүмкін. Ал енді сен амал етіп болғаннан кейін сөйлейтін болсаң дейді, онда сөзің өте аз болады. Ойлашы өзің. Сен сөйлесің, тек қана амал еткеннен кейін сөйлесің. Қанша күн сөйлейсің? Қанша нәрсені сөйлейсің? Алладан қорқ деп айта аласың ба біреуге? Біріншіне өзің қорқ та, одан кейін айт. Алладан қорқ деп айт мысалы да. Онда сөзің азаяды дейді. Саған пайдасы болмайтын, пайдасы болмайтын нәрселерден сөзің азаяды дейді. Субханалла. Алла хидаят берсін бізге.